Сіздер үшін қарапайым кеңестер. Ыдысқа су құйып, терезенің алдына қойыңыз. Құстар су ішсе сізге рахметін айтады. Бөлмеңізге қорап қойыңыз. Кәдімгі қорап. Біреуді ренжіткен сайын, әлде бір жаманшылық жасаған сайын, әлгі қорапқа белгілі бір мөлшерде ақша салып тұрыңыз. Кейіннен ақшаны садақа етіп таратыңыз. Саған да жақсы, алған адамға да жақсы. Жұмыс орныңызға банка сатып алып, қойып қойыңыз. Бір ой келді ме, идея, бастама маңызды емес, кез келген ой. Бір кішкентай қағазға жазыңыз да сол банканың ішіне лақтыра беріңіз. Кейін шығармашылық күйзелісте отырғанда, идея іздегенде әлгі банканы еске алыңыз. Кәдімгідей көмектеседі. Қандай да бір қайғыға душар болсаңыз, онда 10 жыл тесті деген тактиканы қолданыңыз. Өзіңізге айталық бір мәселеге душар болдым деңіз. Енді сол мәселе 10 күннен кейін өзекті бола ма ойланыңыз. 10 айдан кейін ше? 10 жылдан соң ше? Әй қайдам. Қандай мәселе болса да 10 жылдан соң мәні қалмайды. Демек, өткінші. Демек, ол сіздің жаныңызды жаралайтындай мәселе емес. Тимур Бектур айтады, біреуге көмектесемін деп десеңіз, оның жұмысына уақыт бөліңіз. Егер ол сіздің 15 минуттан көп уақытыңызды алатын болса, онда оған жоқ деп жауап берген дұрыс шығар. Қысқасы, ақ көңіл жауапсыз деген атақ алғанша, қатал бірақ жауапты адам деген ат әлде қайда жақсы. Төсектен тұра сала, оны жинап тастаңыз. Ой, осы да ақыл болып па дерсіз. Бірақ мұның сіз жанама әсерін байқадыңыз ба? Таңертең тұра салысымен кішкентай болсын бір істі тындырған боласыз. Күнді қалай бастасаң, солай аяқтайсың. Бір кісімен кездесу керек болса, оны кофеханаға не мейрамханаға емес, жай ғана серуендеуге шақырыңыз. Әрі дененің хақысын бересіз, сергейсіз, әрі жақсы ойлар көбіне таза ауада, табиғат аясында келеді. Брайан Трейсидің «Жиіркенбеңіз, құрбақаны жеңіз» деген кітабын оқымасаңыз да тақырыбын естіген шығарсыз. Қысқаша мазмұнын айтсам, ең қиын жұмысты алдымен істеңіз. Таңертең. Бұл сол асқа ең жиіркенішті деген құрбақаны жеген сияқты, қалғаны ештеңе болмай қалады. Тізімдер жүргізіңіз. Кемі 5-6. Сіз биыл оқитын кітаптар тізімі, көретін фильмдер тізімі, танысуыңыз керек адамдар тізімі. Жаза беріңіз. Енді сол тізіммен жүруді үйреніңіз. Күніңізді бастар бұрын майда шүйде істердің бәрін жазып керек емес. Ең басты деген 3 мақсатты анықтап алыңыз. Бүгін кешке дейін қандай 3 істі бітіргім келеді? Болды, соны бітіріңізші, жетеді. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен 1 стакан су ішіңіз. Қарныңыз ашпаса, тамақ ішпеңіз. Күніге 5 бет кітап оқымай ұйықтамаңыз. Өзіңізді зорлап болсын саяхатқа шығыңыз. Жалғыз, отбасымен, көп нәрсеге көзіңіз жетеді. Жаңа перспективаларға жол ашылады. Неден нені үнемдейміз? Қайдан қалай тарыламыз? Ол үшін мынандай $100 тауып алу керек. Сосын соның ортасында тұрған мынау адам Бенджамин Франклиннің сөзін іздейсіз. Оны енді іздемей қойыңыз. Ол айтады, ұсақ бекер шығындардан қашыңыз, себебі кішкентай тесік үлкен кемені суға батырады.